if else конструкциясындағыдай негізінде циклдар үшін while else және for else деген конструкцияны else'ті циклдардың да соңында қолдануға болады. Бірақ қараңыздар, айырмашылығы if else кезінде if орындалмай қалса else-ға қарай түсетін едік қой, дұрыс па? If қате болса else-ға барамыз. Ал цикл for және цикл while үшін else деген ол цикл өзінің барлық кругын, өзінің барлық айналымдарын орындап болғаннан соң else міндетті түрде кіретін ол блок болып табылады. Мысалға, мына жағдайды қарайтын болсақ, x тең 0 деп тұр, және x 6-дан кіші болған жағдайларда жұмыс істейді. 0 6-дан кіші, онда жұмыс істейміз. Сол x-тің мәні 0 шығарамыз. Одан кейін x-тің мәні 2-ге арта түседі, x 0-ден енді 2 болады. 2 әлі де 6-дан кішкентай. 2-ні шығарамыз. Одан кейін 2 4 болады. 4 әлі 6-дан кішкентай. 4 шығарамыз. Одан кейін 4 2-ге артып 6 болады да, 6 6-дан кіші деген қате болды. Енді біздің while цикліміз тоқтады. Содан кейін барып біз мына else-ға барамыз. Яғни цикл while өзінің табиғаты бойынша, өзінің мына жерде көрсетілген шарты қате болған жағдайда цикл тоқтайды емес па? Бүкіл айналымдарын айналып бітті деген сөз. Содан кейін else-ға ол міндетті түрде кіреді. Мен қазір осы кодты басып көрсететін болсам, бізде 0, 2, 4 және cycle end деген менің текстім шығып жатыр. Мен мына жерде print пустой деп бір жазайын, сонда цикл бізде астына түсетін болады да, текстіміз cycle end деген. Енді қараңыздар, вроде бы қарағанда түсінікті, егер while циклы өзін толық айналдырып біткеннен кейін, цикл while тоқтағаннан кейін else-ға міндетті түрде кіреміз да, else-тің ішіндегі командаларды орындаймыз. Бірақ егер else-ті жазбай, осы жазған екі текстімізді жай ғана циклдан шығарып, былай жазып қоятын болсақ, результат қандай болады? Запуск басып қарасақ, тура сол результат шығып жатыр. Былай қарағанда разницасы жоқ сияқты көрінеді. Дұрыс қой? Бірақ бұл жерде мына моментті жақсылап түсініп алу керек. Цикл for болсын, цикл while болсын, егер цикл өзінің айналымдарын толық айналдырып бітсе, онда ол else-ға барады. Толық өзінің айналымдарын жасап бітсе дегенді қалай түсінеміз? Кейбір моменттерде біз break немесе continue сияқты көмекші операторларды қолданамыз. Сол командалардың арқасында, мысалға break циклды сындырады да, цикл while өзінің айналымын толық жасай алмай қалады. Сондай моменттер болады ғой. Мысалға битейік, мына жерде x 16-ға дейін деп мен шартын өзгертейін. X-ті шығарады, бірақ мына жерге жазайын. Егер x тең болып қалса 10-ға, онда break деп жазамыз. Енді мына жерде қалғанын осы күйге қалдырып жазатын болсақ, запуск басқаннан кейін қараңыздар. X бірінші 0 болады да, ол 10-ға тең ба? Жоқ, значит if ішінде тұрған break-қа біз жетпейміз, цикліміз әлі сынбайды. 0-ді шығарады, 0-ді 2-ге арттырып, енді 2 болады. 2 16-тан кіші, 2 if break-қа әлі де жеткізбейді, 2-ні шығарамыз, 4 болады. Сосын 10 тексереміз, солай келеді да, енді 8-ге келді, ең соң шыққан 8 ғой. 8 2-ге артқаннан кейін 10 болады. 2-ге артқаннан кейін 10 16-тан кіші, while'ымыз әлі дұрыс. Бірақ while'дың ішінде тұрған if егер x-тің мәні 10-ға тең болып қалатын болса дейді. Бізде дәл қазір сол моментке келдік қой, x-іміз біздің 10 болып қалды. Онда break дейді. Break бізде циклды сындырады. Яғни break бізде мына while циклын күштеп сындырып отыр. Әлі де негізі while'дың конечныйына дейін жетпедік біз. While'дың шарты бойынша, өзінің табиғаты бойынша тоқтайтын моментке келмедік. Бірақ біз қолдан сындыру командасына жеттік. Енді бізде цикл тоқтады. Цикл тоқтағаннан кейін бізде мынау print пустой келесі жолға түсіріп жатыр. Одан кейін print cycle end деген біздің текстіміз шығып жатыр, дұрыс па? Енді осы тұста мына екі команданы біз табуляцияға алып else деген операторға салатын болсақ қалай болады? Запуск басқан кезде бұл жерде бірінші шыққан сандар тізбегі 0-ден 8-ге дейін шығады да, одан кейін 10-ға жеткенде break болады. Енді осы break арқылы біздің цикл тоқтатылғандықтан бізде else-ға бармайды. Else-ға баратын еді тек қана егер
while өз табиғатымен тоқтаса, while өзінің барлық айналымдарын жасап барып тоқтаған болса, онда біз мына else-ға кіретін едік. Ал мына жағдайда бізде while өз табиғатымен тоқтаған жоқ, өзінің барлық мүмкіндігінде бар айналымдарды жасаған жоқ. Ол насильно күштеп break командасы арқылы сындырылды. Сондықтан да бізде мына cycle end деген текст мәтін шықпайды. Демек, тағы бір қайталап өтейін. For циклы болсын, while циклы болсын, for else, while else командасы орындалу үшін сол цикл өзінің айналымдарын толық жасап үлгеруі керек және өз табиғатымен тоқтауы керек. Ал егер ол күштеп сындырылатын болса, break командасы арқылы else командасына, else блогына біз өтпейміз.